Сәлем достар, бұл CSS курсының екінші сабағы. Бүгінгі біз сабақта селекторлер туралы үйренеміз. Жалпы элементтерді қалай таңдауға болады және группалық селекторлар туралы көрсетемін. Одан кейін ұрпақ селекторлары қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Бірінші селекторлерді көрсетіп кетейін. Біз алдында жалпы жасап жүрміз. Біз p тегі мен h1 тегін таңдадық селектор арқылы. Және де дәл осылай біз класс пен ID-лерді таңдай аламыз. Ол үшін мыналарды мен өшіріп тастайын, сақтап қояйын. Парақшаны жаңартсам бәрі орнына қайтып келеді. Тағы да мен осының астына список қосайын. Тізім. Ул жаптым. Ли. Бірнеше рет көшіріп қояйын. Ішіне әдеттегідей жеміс жидектерді жазайық. Алма, алмұрт. Өрік, мейіз дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Сонда бізде астымызда осындай тізім пайда болды. Алма, алмұрт, өрік, мейіз деген. Қазір мен мысалға тек қана алмұртты ғана бояғым келеді қызыл түске, қалғандарын қара түске айналдырам. Біз бұрынғыдағыдай тек тегті ғана таңдайтын болсақ, онда бәрі боялып кетеді. Қазір сіздерге көрсетейін. Ли тегін. Ли деп тегті көрсеттім. Оның ішіне түсін көрсетеміз color деп. Red, қызыл, сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне барлығы қызылға айналды. Ал тек қана алмұрт қана қызыл болу үшін не істеу керек? Ол үшін біз арнайы ID бере аламыз, идентификатор. Міне алмұртқа біз ID береміз. Red, қызыл деп қойайық. Бұл жерге кез келген жазуды жазу болады. Мен жерге решетка таңбасын салам, ол идентификатор деген мағынаны білдіреді. Одан кейін red деп жазам. Сақтадым, парақшаны жаңарттым. Міне тек қана алмұрт қана қызылмен боялып тұр. Жалпы HTML-ды үйреткен кезде мен айтып кеттім. ID құжатта тек бір рет қана қолдану керек. Оны бірнеше рет қолдану болмайды. Мысалға, мына жерге мен тағы да ID red деп жаза алмаймын. Ол HTML семантикасын бұзады. Сондықтан да егер бірнеше рет жазғыларыңыз келсе, онда классты қолданасыздар. Класс деген нәрсе бар. ID-ді өшіріп тастайын, оң орнына класс деп жаздым. Ол кезде құжатта бірнеше рет қолдана беруге болады. Қазір мен мына екі элементті ғана мен қызылға бояймын. Ол үшін решетка таңбасын нүктеге ауыстырам. Бұл класс деген мағынаны білдіреді. Нүкте red, яғни тек қана red деген класс қызыл түске айналу керек деген сөз. Сақтадым, парақшаны жаңарттым. Міне біз бұл жерге класс қойып кеттік. Бұл енді қызыл түске айналып тұр. Алмұрт дегенде қызыл түске айналды. Өйткені бұл екеуінде red деген класс бар. Жалпы red емес, басқа да атаулар қоюға болады. Мысалы, бар one деп қойайық, бір деп. One. Бірақ ол кезде CSS-те де біз класстың атын one деп өзгертуіміз керек. Ережесін сақтадым, парақшаны жаңарттым. Нәтижесі еш өзгерген жоқ. Өйткені мен класстың атын барлық жерде бірдей өзгерттім, сондықтан да ол орындалып тұр. Жалпы мен тағы бір синтаксисіне тоқталып кетейін. Бірінші сабақта айтылды, тағы да бір айтып кетейін. Бұл жерде бірінші біз жазатын нәрсеміз ол селекторы. Одан кейін фигуралық жақшалар болады. Мына жерде басталып, мына жерде аяқталды. Бұның ішіндегі жазылған ережелердің бәрі осы селекторге арналады. Одан кейін мағынасы беріледі. Біздің жағдайда бұл color. Одан кейін қос нүкте салады. Одан кейін мәнін береді. Мәнін аяқталған соң нүкте және үтір салады. Ал біз тағы да екінші класс берейік. To деген. Оған background берейік. Фонын өзгертетін. Жасыл қылайық. Сақтадым. Енді осы классты мен берейін. Кез келген деген параграфке. Класс. To дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде фоны жасылға айналды. Өйткені мен оған класс бердім to деген. Енді группалық селекторлар туралы көрсетіп кетейін. Ол үшін мен мыналарды алып тастайын. Қайта орнына қайтып қояйық. Сақтадым. CSS-ті де өшіріп тастайын. Мысалға мен мыналардың барлығына бірдей түс бергім келеді. Ол үшін біз әрбір тегке жасыл түсін беріп шығуымыз керек. Бірінші H1 color green. Одан кейін бізде P тегі. P-ға да біз түс берейік, color green деген. Оған кейін Li деген тағы бір тег бар. Оған да түс берейік, color green. Міне сонымен біз H1-ге, P-ға және Li-ге бердік. Жасыл түс, қазір барлығы жасыл түске айналу керек. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде бәрі жасылға айналып тұр. Бізде бұл H1, ол жасылға айналды. Бұлардың бәрі P тегтері, бұлар да жасылға айналды. Ал мынау бізде Li тегі, бұлар да жасылға айналды.
Байқап тұрсаңыздар, бөлек-бөлек жазған соң бұл үлкен болып кетті. Бұның бәрін группаға біріктіруге болады. Ол үшін не істейді? Арнайы үтір арқылы салады селекторлерді. Қазір мен H1-ден кейін үтір саламын. Одан кейін P үтір, Li, соңғысына үтір салынбайды. Мыналарды мен өшіріп тастайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартамыз. Нәтижесі еш өзгермейді. Өйткені біз селектор арқылы айтып тұрық H1-ге және P-ға және Li-ге жасыл түсін берді. Сондықтан да бұл ереже орындалып тұр, бәрі жасыл түсте тұр. Ал ұрпақтық деген не ол? Бұл үшін мен арнайы div салып кетейін. Ішіне жеміс жидектерді салайық. Салдым. Енді екіншісіне салайын. Div. Бұның ішіне көкөністер салайық. Ул жабам. Ішіне Li салам. Так, бірнеше рет көшіріп қойайық. Қияр дейік. Пияз дейік. Одан кейін сәбіз дейік. Қызанақ. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне бізде пайда болды. Екі тізім. Алма, алмұрт, өрік, мияз, қияр, пияз. Түсініктірек болу үшін тағы тақырыптарын салып кетейін. H2-мен берейік. Жеміс жидектер деп жазайық. Жеміс жидектер. Көшіріп алайын. Дәл осылай күйінде. Көкөністер деп жазайық. Көкөністер. Сақтадым. Біз мыналарды өшіріп тастайық. Сақтадым. Бәрі қайттан қара түске қайтып келеді. Міне жеміс жидектер, көкөністер деп тұр. Үстіндегі тектер тұра берсін. Енді манағыдай біз арнайы тек беріп кетейік. Мұнда біз алмұртқа берейік класс. 1 дейік, 1 деп. Мұнда пиязға берейік класс. Оғанда 1 дейік. Сақтадым. Ал біз бұл жерге 1 деп жазамыз. Түсін қызыл қылайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, алмұрт пен пияз бізде қызыл болып тұр. Ал енді бұлардың фондарын өзгерткім келеді. Мысалға мен мұнда жасыл фон қойғым келеді, ал мұнда мен сары фон қойғым келеді. Ол кезде не істеймін? Жеміс жидектер мен көкөністерге мен арнайы тек беремін. Міне біз жоғарыға div-ке берейік. Класс fruits дейік. Ал көкөністерге класс берейік. Vegetables дейік. Сақтадым. Жалпы мән беріп қараңыздар. HTML құжаты иерархия арқылы жұмыс істейді. Бұл жерде біз ең жоғарғы тегіміз, элементіміз ол HTML. Оның ішінде hate бар, а hate-ның ішінде title мен link тұр. Бірақ hate пен body екеуі бір деңгейде. Біз егерде body-ның ішіне кіріп қарайтын болсақ, оның ішінде h1 тұр. Одан кейін h1 мен div екеуі бір деңгейде тұр. Div-дің ішінде h2 тұр. h2 мен ul екеуі бір деңгейде, ал улдың ішінде Li тұр. Міне бұндай иерархия сақталып тұр. Алмұрт фонын жасыл түске айналдыру үшін, ал пияз түсін сарыға айналдыру үшін фонын, онда біз CSS файлда иерархиясын сақтау арқылы жасаймыз. Өйткені алмұрттың үстінде fruits тұр, ал пияздың үстінде vegetables тұр. Қазір біз fruits'ты жазайық. Нүкте fruits, нүкте 1. Біз қазір бұл жерде қалай деп тұрмыз? B деп айтып тұрық. Біз fruits'ты ал деп тұрық. Сол fruits'тың ішіндегі 1-ды деп тұр. Соған біз түс бер дейміз, background фонын green, жасыл түс. Одан кейін біз vegetables деп жазамыз. Нүкте 1, оған background береміз, yellow. Бұл жерде қалай жұмыс істеп тұр, тағы да түсіндіріп кетейін. Fruits'тың ішіндегі 1-ға background бер, green деп жатырмыз. Vegetables деген класстың ішіндегі 1 деген классқа background yellow бер деп жатырмыз. Background деп отқанымыз фон, ал түстері сіздерге белгілі. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде алмұрт түсі жасылға айналды, ал пияз түсі сарыға айналды. Байқап қарасаңыздар, ішіндегі класс сақталды, қызыл түске айналып тұр. Тек қана біз фонын ғана бердік. Жалпы ұрпақтар осылай көрсетіледі. Міне fruits'тың ішінде 1 деп тұр. Қазір егерде біз осы жерге мұндай белгі салатын болсақ, онда ол жұмыс жасамайтын болады. Неге? Өйткені бұл нақты тұру керек деген сөз. Fruits'тан кейін 1 бірден тұру керек деген сөз. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, ол жасамайды. Өйткені ол бірден тұрған жоқ. Міне fruits тұр. Fruits'тен кейін бізде ul тұр. Ul'дан кейін барып 1 тұр. Ол үшін біз ul'ды салсақ қазір егер, сол кезде ғана жұмыс істейді. Біз B деп айтсақ, міне fruits'тың ішінде ul'дың ішінде 1. Сол кезде ғана бізде фон жасыл түске айналады. Міне
Сонымен мынадан не айырмашылығы бар? Біз бұда айтып тұрмыз, vegetables'тың ішінде болса болды, one деген. Оған background yellow бер деп жатырмыз. Ал бұл жерде нақтылап тұрмыз. Fruits'тың кейін міндетті түрде all болу керек. Олдан кейін міндетті түрде one болу керек. Сол кезде ғана сен background бер green деп жатырмыз. Міне, жалпы ұрпақтық селектор осылай жұмыс істейді. Біз екінші сабағымызда осыменен аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.